Ассалаумағалейкум. Бүгін мінекей 13 қараша 2023 жыл біз Шымкент қаласындамыз. Қаратау ауданы мынау Бадам өзенінің бойында. Оператор көрсетші. Шымкенттің мақтанатын жалғыз өзені. Енді бізге қараңыз, мына сұлу келіншекке. Өзіңіз таныстырып жіберіңіз, Бикеш. Мені ұстаттыра берейінші, жарай ма? Менің есім Алекешева Танзила Жолдасовна. Мен қаржы директорымын Туғону Рибал базанан. Танзила, енді қандай проблема еді? Не үшін шақырдың? Жаңа біз камерасыз онсыз да сөйлестік қой, мына көрермендер үшін. Иә, біздің проблемамыз негізі осы строительство болып жатыр, оң жағындағы. Неге? Өйткені біздің осы оператор көрсетті. Иә, осы жақта линия электропередача бар біздің ток жүйесі дейді ма, не дейді? Жоғары ток жүйесі бізге кіреді. Біз осы негізі ток жүйесі 62 жылдан бастап тұр, орналасқан. Және бізге ток осы жолмен келеді негізінде. Бірақ осы біздің көршіміз, смежный участок дейді ғой. Смежный участок біздің ТО мельнично-промышленная компаниямыз айтып жатыр, осыны алып тастаңыздар, бізге кедер жасап жатсыздар, біз міне ғимаратты көтеріп жатырмыз. Мельничный комбинат дейсіз ба? Иә, мельнично-промышленная компания деп. Жаңа ұн шығаратын компания ғой? Ұн шығаратын компания. Солар мынаны алып таста деп жатсыздар ма? Алып тастаңдар дейді. Сізге ме? Бізге. Сіз осының ар жағында ғой? Біз ар жағында, иямыз. Мына қазір төбеде не болады? Суреттер біз көрсетеміз. Иә. Сөйтіп алып тастап бізге кедер жасамаңыздар. Сөйтіп біз не дейді, комитет строительства дейді ғой, Астанаға хат жолдадық, осылай қалай болып жатыр, газке де. Сөйтіп олар... Бұл кім? Кімдер? Мына жер кімдікі? Ерметов Гайбила Назарбетович деген. Кім? Ерметов Гайбила Назарбетович деген осының фирмасы. Ерметов Құдыраттың ағасы ма? Иә. Уа, сізді Шымкенттің ең байларымен айтып отыр екенсіз ғой, олигарх қой. Иә, Данинаны сол кісі, және Мегацентр, ЦУМ. Мегацентр, ЦУМ. Бәрі осылардікі ма? Осы кісілердікі, иә, өзілердікі, жеке меншікті. Ғайбылда бұл жерде не салмақшы? Торговый центр салам деп жатыр. Олардың үйі мына жерде, білесіз ба? Иә, осы сол жерде. Мен участковый болғам. Қазір айтамын, даже адресін. Линейный 11 ма, сондай еді адрестері. Иә, осы жердің адамы, осы жерден. Сөйтіп торговый центр салам. Сөйтіп біз айтып жатырмыз, енді торговый центр высоковольтный линияның қасында қалай сала жасыз? Негізінде заңда жазылған салу бастаған кезде дейді, алдын ала не дейді, территорияны босату керек дейді. Анау не дейді, кедер жасамасын деп. Бірақ соған қарамастан ол не дейді, строительство басталған. Мынау қап-қара не болды? Шлак па? Сүрш, қаяқ кетіп бара жатыр. Шлак қайда бара жатыр? Шлак қалаға кіріп жатыр ғой. Сейтжантым, қалаға? Қаны. Уах, қалаға кетіп бара жатыр, шынымен солға қайылды. Қалада не істейді шлак? Білмеймін. Жарайды, өз проблемамызға келейікші. Сейтжанттың шлагы қаза бермей. Алтын бар ма ішінде? Білмейміз, ә? Білмейміз. Сонымен? Сөйтіп, осы кісіде не енді заңға қарамастан осы Шымкенттің не дейді, өкілдер, не дейді, организациялар бар ғой, ГАСК деген, сосын земельное отношение деген, солар осы адамдарға рұқсат қағаздар берілді, строительство. Бірақ строительство не дейді, снипке қарамай, мынау жерде өзі участок высоковольтный линия болса, анау жерде заправка бар. Заправка. Мұны көрсетеді, анау көкпен маңдай. Жоқ, мұны ТИС заправка бар. ТС. Сол ТС-тан 35-25 метр болу керек ара қашықтығы. Соған қалдырмай притік салып жатыр. Бірінші нарушение снип негізі. Екіншісі мұны высоковольтный линиялар. Мысалы, торговый центр өзі металлический каркас қой негізінде. Иә. Біздікі емес, мұны қараншы, бізден басқа 110 киловатт бар. 6-35 киловатт. Осы жерде көрсеңші үлкен. Мұнаның тура астынан өтіп бара жатыр ма? Иә, олардың үсті ғой, үстінде тұр ғой. Жоқ, дұрыс қой, үстінде өтіп бара жатыр. Анау мысалы айтайын, салса, қараңыз, қазір шатыры мынаған тоққа тиейін деп тұрады ғой. Иә, шатыр, тиіп қалса, осы металл өртеніп кетеді. Адамдар тірі қалу мүмкін емес. Это ведь не бетонная конструкция, металлическая конструкция. Оператор, көрсетші. Мына бүкіл жаңа қазақстандықтарға айтайын, мына жерде бұрын істер кезінен келатқан ең үлкен подстанция. Бүкіл тоқ осы жерге келеді. Ана жерде подстанциядан распределение болады. Ары-бері таратады да тоқты. Сол подстанция Шымкентская 220-61 жылдан бастап істеп жатыр. Негізінде 54 жылдан бастап.
қосылған, бірақ 220 деген киловатт 61 жылда октябрьден бастап беріліп жатыр Шымкент қаласында. 220 киловаттың астына салып жатыр мұнан? Иә, 220, 110-дық мына жері. Подстанция өзі келеді, 110-дықпен таратады, 110 киловатт қасында салып жатыр. Оның ара қашықтығы даже 25-35 метрі де жоқ та. Прям притик болып жатыр. Негізі солар, не дейді? Кім рұқсат берді бұны салуға? Өкімет беріп жатыр ғой рұқсат. Рұқсат қағаздары, уполномоченный органдар бар. Генпланда бар ма болады? Генпланда жоқ. Генпланда мына жерде жасыл желек негізі. Мен де соны айтайын деп тұрмын. Мен де көргенмін, мына жерде парк болады деп біз сөйтіп жүргенбіз. Бірақ мынаның ішінде бұлақ бар емес пе? Бұлақ водоем ба, бұлақ мен білмеймін. Бұлақ бар, баяғыдан істер кезінен бар да бұлақ. Біз сол бұлаққа өткенде осы жерге парк түседі деген кезде барлығымыз осы мынау Карл Маркстың, Забадамның және Залиния бар ғой, Дамбовый, соның халықтары қуанған тұғын. Мына жерден жақсы парк болатын болды деп. Мына машиналар түсірші, қара, бейшаралар бәрі қайылып жатыр. Кім қайырды мынаның бәрін? Халық қой, халық. Халық? Ана жерден қазір сүре бер оператор, ана не көрсетіп жатыр ма телефон, сол жақтан келген кезде Ташкентке қарай қайылатын сол жақта знакты алып тастаған да. Содан кейін бұлар амал жоқ осы жерге келіп, осы жерден қайылып, қайттан оңға кетіп жатыр. Оны білеміз, оның алдында вообще бізге кіретін жол болған жоқ. Мынаны әдейі сөйтіп жасап тастаған ба? Әдейі жасаған. Басында біз өзіміздің базамызға кіретін вагонмен келген товарымызды 5 тонна не дейді, газель ма не дейді, сондаймен ғана рұқсат берілген еді. Сосын бізге Гагарина жақта ашып берді да, сөйтіп ашып бергеннен кейін разворот запрет қоя салған. Короче, қалай болғанда да әйтеуір билік кәсіпкердің құқығын шектеуге әрекет жасаймыз. Иә, административный барьер дейді ғой. Негізі қанша сол жерде саудагерлер бар, қанша не бар, сауда орындар бар, кәсіпкерлер? Сол жерде Атамекен корпорация бар, сөйтіп Нурибал, ИП Ибрагим. Негізінде где-то кәсіпкердің жағынан где-то 20 кәсіпкер, малый средний бизнес дейді ғой. Үлкен да бар. Қанша адам жұмыс істейді? 150 адамдай бар ма? Жоқ, 150-ден көп, где-то 350-400 адамда барлығы сол. 300 адам жұмыс орын бар ма? Жұмыс орын бар. Мынау салса соларға зиян тиейін деп тұрмыз онда? Мынау свет болмайды болады ғой бізге. Бұл сонда мынаны кесіп тастамақшы болып тұр ма? Мынау кісі жоқ, зиян осы кісі қазір бүгін уважаемый. Кесеші бер камераның артына тығылмай. Уважаемый. Ана кісінің бетін түсірші, бір түсіріп ал. Берге. Уважаемый, біздің не дейді, Ерметов Гайбла Назарбетович екінші фирмасы бар. Торговый дом Агрофуд деген. Сөйтіп осы линияны ауыстырыңдар дейді. Жылжытыңдар, қаяққа жылжытып кетсең жылжыта беріңіз. Бірақ здесь техническая возможность жоқ бізде воздушная линияға. Қай жақтан орын жоқ бізге. Бір-бірімен жабысып қалайын деп тұр ғой? Иә, жабысып, оны енді осы... Жоқ, ол неге ол жылжып дейді? Оның үстінен өтіп атқан болса, бұл негізі бұл жерде парк болады деп жоспарланған болса, бұл неге сіздерге жылжып дейді? Неге өзі жылжып бермейді? Білмеймін. Жердің астынан тығып өткіземе өзі бар ғой, ерік? Білмеймін. Негізі 120-ны жердің астынан өткізуге бола ма? Бірақ қалай өткізеді? Артында көл бар, үлкен. Иә, көл бар, санитарный бар. Негізі тағы өткізген кезінде не дейді, резервная линия болу керек қой. Иә. Сөйтіп, міне көріңші, двухцепная бізде. Біз бұны энергетика басқармасынан, құрылыс басқармасы, газтен және агентство бар ғой, конкуренция. Содан бәрінен сұрақ көрейік. Жоқ, біз не дейді, газке барғамыз. Сосын атомный, не комитет атомный дейді ғой, Шымкент қаласының. Иә, соған бардық. Жоқ, олар ғой, не дейді, неге? Қарайтын осы высоковольтныйлар. Оларға штраф қойып, және рекомендация. Танзила, мынадай ғой, атомный, сатомныйын білмеймін, солар ғой жаңа тоққа қарайтындар. Иә. Темірлан тас жолының бойында высоковольтка өтіп атырды. Ойбай, мынаны тиюге болмайды, анау мынау деп жүрген. Бір бай келді, ақшасын берді, қалай болды солай айналдырып әкетіп қалды. Сондықтан оларға сенім жоқ. Иә. Негізі, мен сізге ең главный айтқан жоқпын ғой. Мынаны алпыстандар дейді. Сөйтіп біз сізге керек өздерін алпыстаныздар. Техусловия согласовать етіңіздер, басқа мекемелер. Потому что мына жерде біріншіден Арал Сардария бассейнен рұқсат алу керек жылжытқан кезінде. Потому что санитарная зона бар ғой дейді. 50 метр ортасында. Сосын 50 метрге жатпайды ғой, иә. Сөйтіп мына басқа көрші мына жерде высоковольтный, бізден басқа тағы высоковольтный бар. Солардан согласование алу керек, жылжыту керек. Өздеріңіз өз қаражатыңызды жылжыта беріңіз дедім. Бірақ заңға қайшы болмасын деп. Ол не дейді? Ол жоқ дейді. Сөйтіп бізге сотқа берді. Сотқа... Қазір, Танзила, былай қылайық.